Оқушының бойынан функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қазіргі уақытта мектептің алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Алайда оны жүзеге асыру үшін біз ұстаздар тарапынан қандай іс-әрекеттерді жүзеге асыруымыз қажет? Жалпы функционалдық сауаттылық келесі компоненттерден тұрады: математикалық сауаттылық, жаратылыстану сауаттылығы, оқу сауаттылығы, денсаулық сауаттылығы, құқықтық сауаттылық, қаржылық сауаттылық. Жаратылыстану сауаттылығы оқушылардың жаратылыстану цикл пәндері бойынша меңгерген білімдерін қолдану, мәселелерді анықтау мен тиісті шешім қабылдауға негізделген тұжырым және қорытынды жасай білу қабілеттерін қарастырады. Айталық, PISA зерттеулеріндегі жаратылыстану сауаттылық құзыреттіліктері оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық бағдарламамен айқындалады. Ғылыми тұрғыдан сауатты оқушы жаратылыстану ғылымдары мен технологияларға қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға тырысады. Бұл одан келесі құзыреттіліктерді талап етеді. Құбылыстардың ғылыми түсініктемесі, жаратылыстану зерттеулерінің негізгі ерекшеліктерін түсіну, деректерді талдап түсіндіру және қорытындылауға арналған ғылыми деректерді пайдалану. Сабақты өткізу кезінде нақты өмірлік жағдаяттар мен проблемаларға негізделген тапсырмаларды қолдану ұсынылады. Тапсырмалардың мазмұны берілген проблемаларды шешуге негізделу керек. PISA-да бұл жағдайлар келесі салаларға жіктеледі: қоршаған орта, табиғи ресурстар, қауіптер мен тәуекелдер, денсаулық, ғылым мен технологиялардың байланысы. 5-6 сыныптарға арналған жаратылыстану бағдарламасы осы бағыттарды көрсетеді. Құбылыстарды ғылыми түсіндірудің құзыреттілігі жаратылыстану сабақтарында қалыптасқан нақты дағдылар жиынтығын қамтиды. Құбылысты түсіндіру үшін тиісті ғылыми жаратылыстану білімін қолдану. Түсіндірме модельдері мен түсініктерді танып білу, пайдалану және құрастыру. Үдерістің немесе құбылыстардың жүруін болжау және ғылыми тұрғыда негіздеу. Техникалық құрылғылар мен технологиялардың жұмыс жасау қағидатын түсіндіру. Құрметті мұғалімдер, оқушыларға құбылысты түсіндіру үшін қажетті жаратылыстану ғылыми білімді қолдануға қалай үйретуге болады? Ол үшін 5-6 сынып оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, практикада оқытудың алгоритмін қолдану ұсынылады. Мысалы, 5 сыныпта табиғаттағы жаңбыр және найзағай сияқты құбылыстарды байқай отырып, оқушылар құбылыстардың себебін атайды, не болып жатқанын сипаттайды және салдары туралы айтады. Оқушыларға түсіндіру модельдері мен түсініктерді білу, қолдану және құрастыруды үйрету үшін келесі алгоритм ұсынылады. Мысалы, тұрмыстық химия өнімдерін қолдану саласын және олармен қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін түсіндірген кезде, оқушыларға тұрмыстық химия өнімдерін күнделікті өмірде пайдалануды және олардың қауіптілігі мен уыттылығын анықтайды. Өнімдерді қауіпсіз сақтау және қолдану ережелерін түсіндіреді. Оқушыларға үдерістің немесе құбылыстардың жүруін болжауға және ғылыми тұрғыда негіздеуге қалай көмектесуге болады? Ол үшін оқушыларға нақты және ситуациялық мәселелерді талқылауды қолдану ұсынылады. 6 сыныпта тірі ағзалардағы тітіркендіргіштерге жауап беру реакциясын зерттеу мысалында осы дағдының дамуын қарастырайық. Оқушыларға мимозаның жанасуға және қарашықтың жарық мол түскен кездегі реакциясы туралы ойлануға мүмкіндік беріледі. Үдерісті болжау алгоритмін қолдана отырып, оқушылар әртүрлі гипотезаларды болжайды және экспериментті бақылай отырып, оларды тексереді. Осыдан кейін нәтижелерге талдау және қорытынды жасалады. Ұсынылған тапсырма оқушылардың құбылыстарды ғылыми түрде түсіндіре алу, зерттеушілік дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Келесі тапсырмада оқушыларға техникалық құрылғылар немесе технологиялардың жұмыс жасау барысын қалай түсіндіруге болады? Оқушыларға ұсынылған алгоритм олардың түсіндірмелерін құрылымдауға көмектеседі. Мысалы, 6 сыныпта оқушылар атмосфералық қысымды тиісті құрылғының көмегімен өлшеп, қорытынды жасай алуы керек. Мұны істеу үшін оларға құрылғының моделін өз қолдарымен жинау, атауын анықтау және жұмыс істеу принципін іс жүзінде тексеру ұсынылады.
Осыдан кейін олар күнделікті өмірде құрылғының қолдану саласын анықтай алады. Жаратылыстану зерттеулерінің ерекшеліктерін түсіндіру құзыреттілігін дамыту оқушыларға келесі дағдыларға ие болуын қарастырады. Тәжірибе көрсеткендей, 5-6 сынып оқушыларының арасында мақсат қою және зерттеуді жоспарлау кезеңінде жиі қиындықтар кездеседі. Осы мәселені зерттеу үшін жаратылыстану зерттеулерін жоспарлау бойынша сұрақтар кестесін пайдалану ұсынылады. Оқушылар қарапайым сұрақтарға жауап бере отырып, тақырыпты, гипотезаны, зерттеу мақсаттарын тұжырымдайды және оның кезеңдерін жоспарлайды. Бұл әрекет жұмыс парақтарын толтырмас бұрын жүзеге асырылады және оқушылар жаратылыстану зерттеулерінің ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі. Зерттеу мақсатын тану мен тұжырымдау дағдысын қалыптастыру үшін оқушыларға қарапайым қадамдарды орындауға кеңес беріледі. Мысалы, өсімдіктерде әртүрлі пигменттердің болуын зерттеп отырып, олар күзгі орманның бейнесін көреді және ағаштардағы жапырақтардың түсі әртүрлі екенін анықтайды. Содан кейін оқушылармен бірге табиғи бояғыштың алуан түрлілігі, өсімдіктерде түрлі пигменттердің болу себептері талқыланады. Бұл әрекет оқушыларды оқу мақсатын анықтауға мүмкіндік береді. Оқушылардың ғылыми зерттеу тәсілін ұсыну немесе бағалай алу үшін оларға келесі алгоритм ұсынылады. Мысалы, 6 сыныпта тыныс алу және тыныс шығару кезіндегі ауа құрамындағы айырмашылықты зерттеу барысында оқушыларға миға шабуыл әдісі арқылы ауа құрамын зерттеу әдістері туралы идеялар ұсынылады. Әрі қарай мұғалім ауаның құрамындағы оттегінің, көмір қышқыл газының және су буының болуын анықтаудың бірнеше жолдарын атайды. Содан кейін сыныпта қолдану үшін таңдаудың ең тиімдісін және балама зерттеу әдістерін талқылау жүргізіледі. Оқушыларға болжам жасау және оларда тексеру тәсілдерін ұсыну дағдысын қалыптастыру үшін қалай көмектесуге болады. 5 сыныпта осы дағдыларды дамыту үшін келесі алгоритм ұсынылады. Мысалы, жылу ұлғаюын зерттеу кезінде оқушыларға экспериментте қолданатын заттардың атауын және оны жүзеге асыру жағдайларын анықтау ұсынылады. Оқушылар металдарды салқындату және қыздыру барысында қалай әрекет ететінін болжайды. Болжамды тексерудің тиімді әдісін анықтайды, экспериментті жүргізеді және нәтижесін бақылап тиісті қорытынды жасайды. Ұсынылған тапсырма оқушылардың болжам жасау дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Тәжірибе көрсеткендей, 5-6 сыныпта оқушылар үшін жиі кездесетін қиындықтардың бірі бұл дәлелдердің сенімділігі. Түсіндірулердің нақты болу үшін ғалымдар қолданатын әдістерді сипаттау және бағалауда байқалады. Мысал ретінде, 5 сыныпта сабақ түсіндіру барысында термометрмен температураны өлшеу тәжірибесін ұсынамыз. Табиғи жағдайда судың немесе ауаның температурасын өлшеу кезінде оқушылар деректердің нақты болу үшін келесі ережелерді ұстануы керек. Экспериментті бірдей шартта жүргізу, бірдей жабдықтарды қолдану және нәтижелер нақты болу үшін кем дегенде 3 рет қайталауы қажет. Түсіндірмелердің нақты болу үшін келесі шарттар орындалу керек. Гипотезаны растау немесе қабылдамау бойынша қорытындыға келу. Қорытындыларды зерттеу мақсатына сәйкес тұжырымдау, ал нәтижелерді ғылыми заңдылықтар мен жаңалықтар негізінде түсіндіруі тиіс. Жаратылыстану зерттеулерінің ерекшеліктерін түсіну құзыреттілігін қалыптастыруда оқушыларға қолдау көрсетудің тағы бір әдісін қарастыруға болады. Яғни проблемалық бағытталған оқыту әдісін немесе ПВЛ қолдану тиімді болып табылады. Оқушыларға зерттеу мақсатын, болжамды тұжырымдау және ғылыми зерттеу әдістерін таңдау дағдыларын дамытуда бір құрал ретінде фила кестесін толтыруды ұсынамыз. 6 сыныпта экологиялық мәселелерді шешу жолдары сабағында ПВЛ әдісін қолдану тәжірибесін қарастырамыз. Сонымен, біз негізгі мәселе болып тұрған тас өткел су қоймасы мәселесін зерттейміз. Бізге тас өткел су қоймасының барлық территориясындағы браконьерлерден қалған балық аулау торларының ластануы, қоймадағы балықтар санының азаюына келген бойынша нақты фактілер белгілі. Сонымен бірге, торлар жағалаудағы 200 метр қашықтықта және 2 метр биіктікте орналасқаны белгілі болып отыр.
Енді осы мәліметтер бойынша қандай идеялар болуы мүмкін? Су қоймасын балық аулау торларынан тазарту қажет, және тазарту торлар орналасқан аймақтағы суда жүргізілу керек идеяларын ұсынуға болады. Осыған орай қандай сұрақтар туындауы мүмкін? Су қоймасын балық аулау торларынан қалай тазартуға болады? Және су қоймасындағы судың бетін қалай тазарту керек? Енді біз осы мәселелерді шешу жолдарын алдын ала жоспарлай аламыз. Алдымен су қоймасын тазарту қондырғысын модельдеу, яғни құрастыру, және суды тазарту қайықпен жүзеге асырылуы керек. Үшінші құзыреттілік деректерді талдап түсіндіру және қорытындылауға арналған ғылыми дәлелдерді пайдалану құзыреттілігі оқушылардың бойында келесі дағдылардың игерілуін талап етеді. Келесі таныстырылымда 5-6 сыныптардағы ғылым әлемі бөлімінің негізгі деректерді түсіндіру және ғылыми дәлелдемелерге қорытынды жасау үшін пайдалану құзыреттілігін қалыптастыру бойынша негізгі мысалдар келтірілген. Мысалы, зерттеу сұрағы бөлімінде оқу мақсаты оқушылардан болашақта химия, биология, физика сабақтарында тәуелсіз, тәуелді және басқарылатын айнымалыларды анықтауға бағытталған. Зерттеу деректерін талдау бөліміндегі оқу мақсаты оқушылардан кесте, диаграмма, суреттер және графикалық түрде стандартты нұсқаулықтарды сақтай отырып ұсынуды талап етеді. Ал қорытынды және талқылау бөлімі оқушылардың әртүрлі тұжырымдарды ұсыну дағдыларын дамытуға бағытталған. Бұл таныстырылымда 6 сыныпта жаратылыстану сабақтарында деректерді талдау және түсіндіру дағдыларын қалыптастырудың мысалы көрсетіледі. Талдау және түсіндіру үшін тиісті жаратылыстану білімін қолдану қабілетін дамыту үшін оқушыларға халықтың тығыздығы жоғары және төмен өңірлерді анықтауға және себептерін түсіндіруге тапсырма ұсынылады, және тапсырманы орындау алгоритмі беріледі. Физикалық, климаттық және халық тығыздығының картасын талдай отырып, оқушылар шартты белгілер бойынша халықтың тығыздығы жоғары, төмен аймақтарды анықтауы керек. Сонымен қатар, халық тығыздың біркелкі емес орналасуына әртүрлі факторлар әсер етеді деген қорытынды жасайды. Келесі таныстырылымда 5 сыныпта деректерді ұсынудың бір нысаннан екіншісіне түрлендіру құзыреттілігін қалыптастыру үшін оқушыларға сурет бойынша қарапайым жоспар жасау ұсынылады. Және ол келесі алгоритммен жүзеге асады. Оқушыларға елді мекендердің суреттері беріліп, жоспар жасау ұсынылады. Оқушылар елді мекенді өздері таңдай алады. Ауыл, мектеп ауласы, көше және тағы да басқа электрондық карталарды қолдана отырып, жоспарды аэрофото суреттен салыстыруға болады. Ол сонымен қатар жоғарыдан түсірілген рельефтің кішкене бөлігін бейнелейді. Біріншіден, оқушыларға жоспар жасау үшін масштаб пен шартты белгілерді қолдану қажеттілігін түсіндіру керек. Бірақ аэрофото суреттен айырмашылығы жер бетіндегі заттар шартты белгілермен көрсетіледі және жазулары болады. Екіншіден, географиялық ақпараттық жүйе құралдарын қолданып, шартты белгілер арқылы жоспарды оқу ұсынылады. Үшіншіден, атқарылған жұмыстың нәтижесінде оқушылар алдымен ұсынылған суретке ұқсас шартты белгілер бар аймақтың қарапайым географиялық жоспарын жасай алуы керек. Ғылыми мәтіндердегі дәлелдемелер мен талқылауларды түсініп білуі керек. Бұл дағдыларды дамыту үшін келесі алгоритм ұсынылады. Оқушыларға мәтін түрінде ақпарат беріледі. Алдымен оқушылар қажетті ақпаратты іріктеп, тезистер түрінде айту ұсынылады. Содан кейін ақпараттың әр түрінің ерекшеліктерін анықтайды. Болжам, дәлел, талқылаулардың арасындағы айырмашылығын түсінеді. Соңында мәтінді талдап, ұсынылған ақпарат қандай түрге жататынын анықтайды. Мысалы, өсімдіктер қозғалысы тақырыбын зерттеген кезде оқушылар болжам ретінде мыналарды бере алады. Өсімдіктер қозғалысы қоршаған ортаның әртүрлі факторларының тітіркенуіне жауап болып табылады. Мысалға дәлел, су лала-гүлі гүлдері күн сәулесі пайда болған кезде ашылады. Оқушы осы тұста талқылауға келесі ақпаратты бөліп алады. Гүлдің күн сәулесімен ашылуы бұл күн сәулесінің әсер етуі сияқты факторлардың тітіркенуінен туындаған қозғалыс екенін анықтайды.
Бүгінгі ақпараттың дамыған жағдайында оқушылар әртүрлі дерек көздерден алынған ақпараттарды ғылыми дәлелдемелер тұрғысынан бағалауды үйренуі керек. Ол үшін келесі алгоритмдер ұсынылады. Олар ақпараттың қаншалықты сенімді және жалған ақпарат екенін анықтай алуы керек. Басқа ақпарат көздерін іріктеп, ақпараттың дұрыстығын растайтын немесе жоққа шығаратын ғылыми фактілерді таба алуы қажет. Кейбір жағдайларда дәлелдемелерді эксперимент арқылы бағалауға болады. Сіздердің назарларыңызға 6 сыныпта жаратылыстану сабағының үзіндісін ұсынамыз. Көрсетілген сабақтың мақсаты алынған деректерді графикалық түрде көрсету дағдыларын дамыту болып табылады. Эксперимент барысында мұғалім тәуелсіз айнымалыларды өзгерту арқылы ермексаздың тығыздығын өзгеруін көрсетеді. Және практикалық жұмысты өткізу және рәсімдеу үлгісіне назар аударады. Тәжірибе жүргізу үшін бізге қораптағы ермексаз, электронды таразы, ермексазды кесетін пышақ, оқушы сызғышы және нәтижені жазу үшін кесте қажет. Сонымен іске кірісейік. Ермексаздың тығыздығын анықтау үшін ермексаздың массасы мен көлемін білуіміз керек. Тәжірибені жүргізу үшін бірнеше өлшеулер жасауымыз қажет. Ол үшін қандай өлшеулер жасау керектігін біліп алайық. Тәуелді, тәуелсіз және бақыланатын шамаларды анықтау керек. Ермексаздың тығыздығын анықтауда оның массасы мен көлемін білу үшін білеуші ретінде ермексаз білеушесін аламыз. Ұзындығын өзгерте отырып, біз массасын да өзгерте аламыз. Яғни, белгілі бір ұзындықты бөлікті кесіп ала отырып, біз массаны өзгерте аламыз. Сондықтан масса тәуелді шама, ал тәуелсіз шама білеушенің ұзындығы болып табылады. Бақыланатын шама білеушенің ауданы болып табылады. Білеушенің ауданы барлық тәжірибеде бірдей болады. Нәтижені жазу үшін кесте дайындаймыз. Кестеде тәжірибе реті болу керек, ол мүмкіндігінше 6-дан кем болмағаны және жұп сан болғаны дұрыс. Тәуелсіз шама бірінші бағанға, тәуелді шама екінші бағанға және бақыланатын шама үшінші бағанға жазылатын болады. Келесі баған есептік шаманы көрсетеді. Сонымен іске кірісейік. Біріншіден, білеушенің ұзындығын өлшейміз. Білеушенің ұзындығы көріп тұрғанымыздай 7 сантиметрді құрайды. Сондықтан біз 6 өлшеу жасау үшін бірдей ұзындықтағы, бірдей қимадағы 3 білеушені алған ыңғайлы болады. Міне, бұлар бәр бірдей. Біз 3 білеуші аламыз және бірінші білеушені 1 және 6 сантиметрге бөліп аламыз. Екінші білеушені 2 және 5 сантиметр. Ал үшінші білеуші 3 және 4 сантиметрге бөліп аламыз. Осы білеушелерді кесеміз. Осы ұзындықтарды кестедегі бірінші бағанға жазамыз. Сонымен бірінші тәжірибе 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Назар аударыңыз. Баған жоғары бөлікте көрсетілген. Осында өлшем бірліктер көрсетілген. Ұяшықтардың өзінде тек бүтін сандар немесе ондық бөлшектер жазылады. Енді келесі тәжірибеде біз осы білеушелердің массасын өлшейміз. Ол үшін мен электронды таразыны қосамын және нәтижені көрсетемін. Сонымен 1 сантиметр 4 грамм, 2 сантиметр 6 грамм, 3 сантиметр 10 грамм, 4 сантиметр 12 грамм, 5 сантиметр 16 грамм және
6 сантиметр 18 грамм. Келесі кезеңде біз график тұрғызу керекпіз. Біріншіден біз тағы шама ауданды білуіміз керек. Ол үшін сызғышпен ұзындығын өлшеу керек. Ұзындығы шамамен 2,1 сантиметр, яғни А тең 2,1 сантиметрге. Ал қалыңдығы шамамен 0,9 сантиметр. Онда аудан 2,1 сантиметрді 0,9 сантиметрге көбейтсек, шамамен 2 сантиметр квадратқа тең. Графикті тұрғызу үшін графиктің үлкен болу керектігін және берілген ауданды максималды қолдану керек. Егер біз кестеге қарайтын болсақ, онда біз ең үлкен масса 18 грамм. Ең үлкен ұзындық 6 сантиметр екенін көреміз. Бізде L тәуелсіз айнымалы, ондағы ол горизонталь ось болады. Ал вертикальды ось тәуелді айнымалы масса болып табылады. Тәуелді айнымалыдан бастайық. Сонымен шамамен 20. Мысалы 10 сантиметр деп алсақ болады. Басқаша айтсақ 24 көз деп алсақ болады. Екінші ось ұзындық. Ұзындық 6 сантиметрді құрайды. Егер мен осылай қойсам, графикті қарағанда өте жақын және ыңғайсыздау болады. Сондықтан біз максималды алыс жатқан нүктелерді аламыз. Мысалы, егер максималды сан 6 болса, онда 12-ні алуға болады. Яғни бұл максималды нүкте болады. L үтір сантиметрмен, M үтір граммен, ендігі дұрыс кесінділерді таңдап алу керек. Олар бірдей болу шарт емес. Олар әртүрлі физикалық шамалар. Сондықтан бірлік кесінді бір болуы мүмкін. Ал бұл жағдайда басқаша болады. Біз 6, бұл 12-ні таңдап алғандықтан 6 сантиметрді белгілейін. Осы нүктелер жеткілікті алыс орналасқан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Барлық осы сандарды жазамын. Келесі кезеңде вертикальды осьті, тәуелді айнымалы шама массасын жазамын. Максималды бұл 20 екенін анықтадық. Оны белгілейміз. Енді график тұрғызамыз. Бірінші бұл 1, 4, 2, 6, 3, 10, 4, 12, 5, 16, 6, 18. Назар аударыңыз. Бұл нүктелер үлкен емес. Анық болу қажет. Нүктелерді белгіледік. Енді түзу жүргізу керекпіз. Оқушылар көбінесе осы нүктелерді қосып, сынық сызық салып жатады. Бірақ біз өлшеулер жүргізгенде қателесуіміз мүмкін екендігін түсіндіруіміз керек. Яғни, дәл көрмей қалуымыз мүмкін. Сол үшін нүктелер бір жазықтықта жатпай қалғанын оқушыларға айтуымыз керек. Бұл қалыпты жағдай. График тұрғызу үшін мөлдір сызғыш аламыз. Енді біз екі нүкте қиылысатындай, екі нүкте оң жақта, екі нүкте сол жақта қалатындай етіп, сызғышты вертикал қойып та сызуға болады. Енді мен түзуді жүргіземін. Сонда мынандай көріністі көруге болады. График нүктеден басталып, нүктеден аяқталмауы тиіс. Ол нүктелердің арасымен өтуі тиіс. Келесі кезеңде әр үзінді үшін тығыздықты есептеп, нәтижені кестеге жазу керек.
орташа мәнін есептеу үшін тығыздықтың максималды мәнін және минималдық мәнін қосындысын 2-ге бөлеміз. Бұл жағдайда 1,75 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Орташа мәнін есептеудің екінші әдісі графикте нүктені қойып, осы нүктенің координаттарын табу. Тығыздықтың орташа мәнін табу үшін осы координаттарды формулаға қою керек. Зерттеу барысында алынған мәліметтерді графикалық түрде көрсету дағдысы оқушылардың дамытуды қажет ететін дағдыларының бірі. Деректерді жазу және жинау халықаралық бірліктер жүйесінің өлшем бірліктерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан 5-ші сыныптан бастап оқушыларды алынған мәліметтерді рәсімдеу үлгілерін, яғни кестелерді, графиктерді, диаграммалар мен суреттерді дұрыс сақтауға үйретеміз. Деректерді жинау кезінде оларды қарындашпен сызылған кестеге енгізу керек, ал ондағы жазбалар қаламмен жазылады. Бірінші бағанға тәуелсіз айнымалы, ал екінші кейінгі бағандарға тәуелді айнымалылар енгізіледі. Мысалы, 6-шы сыныпта заттың қасиетін сипаттау кезінде балқу және қайнау температурасы су көлемінің қайнау уақытына әсерін зерттеуге болады. Бұл мысалда тәуелсіз айнымалы судың көлемі, ал тәуелді айнымалы қайнау уақыты болады. Тәуелді айнымалы тәуелсіз айнымалыға байланысты экспериментте өзгереді. Басқаша айтқанда, судың қайнау уақыты оның көлеміне байланысты. Тәуелсіз айнымалы сандық деректер өсу ретімен көрсетіледі. 100, 200, 300, 400. Кестеде өлшем бірліктер өлшемнен кейін оң жақ бөлу сызығы арқылы жазылады. Мысалы, уақыт минут, су көлемі миллилитр. Кестеде сандық мәндердің жанында өлшем бірліктері жазылмайды. Бұл кестедегі мәліметтер график түрінде ұсынуға негіз болады. График карандашпен сызылады, ал ондағы жазбалар қаламмен жазылады. Диаграммадағы өлшем бірліктер үтір арқылы өлшемнен кейін әр осьтың ортасына жазылады. Мысалы, уақыт минут, су көлемі миллилитр. Графикті құру кезінде ол кеңістіктің шамамен 75%-ын алу керек екенін есте ұстанған жөн. Сондықтан осьтерде айнымалылардың максималды мәндерін көрсету керек. Осьтердегі мәндер арасындағы тең аралықтарды сақтау керек. Мысалы, 100, 200, 300. Диаграммадағы нүктелерді бірнеше жолмен қолдануға болады. Шеңбер, крест, немесе шеңбердегі нүкте. Бірақ нүкте түрінде емес. Кейде мәліметтерді ұсыну оқушылардан суретті нысанды салуды талап етеді. Оқушылар сурет бойынша келесі талаптарды орындауы керек. Сурет талапқа сай және үлкен болуы керек. Сурет салу үшін ұсынылған барлық аймақты пайдаланылады. Сурет тек қарындаштың көмегімен салынады және сызықтармен немесе нүктелермен боялады. Барлық жазулар суреттің оң жағында жазылады және түзу сызық бойында орналасады. Жазу сызықтары сызғыштың көмегімен сызылады. Сызықтар қиылыспайды. Жаратылыстану сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үшін заманауи цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланудың маңызы зор. Онлайн мектептің білім беру платформасы жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыруда өзінің жоғары тиімділігін іс жүзінде көрсетті. Осы бағытта әдістемелік қолдау ретінде таныстырылымда ұсынылған әдістемелік құралдарды қолдануды ұсынамыз. Сіздерге оқушының бойында функционалдық сауаттылықты қалыптастыру бойынша іс тәжірибемізді ұсындық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.